Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге табиғи ашытқымен нан дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ең бірінші бізге нан ашытатын ыдысымызға салқын су құйып аламыз. Суыңыз фильтрден өткен су болу қажет. Егер фильтрден өткен су болмаса, онда үйде ағып тұрған суды 1-2 сағатқа тұндырып қою керек бір ыдысқа құйып. Нан ашытар кезде міндетті түрде ашытқыны дәмін көруіміз керек. Өйткені ол ашытқы ащы болып кеткен болса, бүкіл нанның барын ащы қылып жібереді. Және де заквасканы жаз мезгілінде 150 мг қосамыз, қыс мезгілінде 100 мг қосамыз. Міне біздің ашытқымыз нан ашытуға дайын. Себебі нан ашытуға дайын закваска судың бетінде қалқып тұрады. 650 мг суға 150 грамм закваска қосамыз және 1 кг 50 грамм ұн саламыз. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, бізде 610 граммдық 3 подовый нан шығады. Қамырды жақсылап илеп, 25-30 минутқа аутолизге қойып қоямыз. Аутолиз дегеніміз ұн мен судың бірігуін айтамыз. ұн мен су бірігіп, клейковинасы дамып, ақуыздары ісінеді 25-30 минуттың ішінде. Клейковинасы дамыған қамыр міне осылай созылғыш болып келеді. Осы дайын болған қамырымыздың үстіне 22 грамм тұз саламыз. Шамамен 50 граммдай қант қосамыз. Бұл жерде қант қосу қоспауы өз еріктеріңізде. 70 грамм сары май қосамыз. Жақсылап илеп, майын сіңдіріп, 50 минутқа қамырды тындырып қоямыз. 50 минут өткеннен кейін қамырды ұрғылау процесіне кірісеміз. Қамырды тек қана 4 саусағымызбен ұстаймыз, алақанымызды тигізбейміз. Осылай 10 минуттай ұрғылаймыз қамырды. Және тағы да 50 минутқа тындырып қоямыз. 50 минут өткеннен кейін бірінші обминканы береміз. Жалпы 2 обминка беру керек. Обминка дегеніміз қамырды қайтару деген мағынаны білдіреді. Бірінші обминканы беріп болғаннан кейін тағы да 50 минутқа қалдырып қоямыз. Одан кейін дәл осы видеода көрсеткендей тағы да обминка береміз. Дайын болған қамырды 610 граммнан 3 бөлікке бөлеміз. 3 бөлікке бөлінген қамырды 15-20 минутқа бетін сүлгімен жауып қойып қоямыз. Шамамен 15-20 минут өткеннен кейін қамырларымыз осылай көтеріледі. Бұл қамырларды алып, енді нанға арналған формаларға орналастырамыз. Осындай үлкен-үлкен шариктерді қолымыздың қырымен жарып жібереміз. Әйтпесе нанның арасында үлкен-үлкен тесіктер пайда болады, бұны жармасақ. Нандарымызды осындай нан салатын корзинаға, формовкаға қоямыз. Осындай ішіне одноразовый аптекаларда сатылатын құралды қолданамыз. Дайын болған қамырды осылай формаларын келтіріп, корзиналарға саламыз. Осы видеода көрсетілгендей, қосылған жерін, яғни тігісін жоғарыға қаратып қоямыз. Өйткені бұл табаға аударған кезде астында қалады. Міне осындай корзиналарға салып, одноразовый пакетке орап, 8 және 16 сағаттың арасына холодильникке расстойкаға қою керек. 8 сағат өткеннен кейін қамырымыз осылай көтеріледі. Осы дайын болған нанымызды алдын ала 1 сағат қыздырылған пеште бірінші 250 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін 30-40 минутқа 210 градусқа қойып пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне осы видеода көрсетілген нандардың барлығы табиғи ашытқыдан жасалған нандар.